Арма қазақ елі, мен заңгер Айгүл Орынбек әділдік іздеймін атты жаңа жобаны қолға алдым. Әділдікке жететін адам бар ма бұл Қазақстанда? Біраз қорқытқан, үркіткен, күш жұмсаған. 100 000 теңге күйеуім қолына берген, сол кісіге апарып бересің деп. Антикоррупционный службаға менде сенім жоқ. Өстіп эфирге шығуыма тура келді. Бұл бағдарлама арқылы құқығы тапталып, заңгерден көмек сұрайтын әлеуметпен, әлеуметтік желіде емес, әділдік іздеймін жобасында жүздеспекпін. Қоғамда құзырлы органдар тарапынан арыз жаздыру, ұрып соғу, қызметін асыра пайдалану көбеймесе азаяр емес. Ең алғашқы кейіпкеріміз Хасен Кеншимов. Ол бұған дейін Өнеркәсіп қауіпсіздік комитетінің Түркістан облысы бойынша департаментінде бас маман, бөлім басшысы қызметін атқарған. Бірақ бұл жағдай орын алғанда жұмыссыз еді. 2022 жылдың 28 қаңтары өз көлігімен Шымкент көшелерінің бірінде кетіп бара жатқан Хасенді белгісіз екі азамат жолын бөгеп тоқтатып күш қолданады. Сосын себебін айтпастан Шымкент қаласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментіне алып кетеді. 28.01.2022 жылы өз үйінен Асар Мөлтек ауданына шығып, өзінің екі бала шағасын мектепке апарып тастап, сосын осы жолдың бойымен өзінің жеке тірлігімен жұмысымен кетіп бара жатып, осы жолдың бойында нақты қай жер екені есімде жоқ. Осы жолдың бойында оған қатарласып ақ көлік киген. Сөйтіп оның көлігінің дөңгелегін көрсетіп, жарылды дегендей қылып, сөйтіп тоқтатпақшы болған. Ол Хасен тоқтаған мезгілде қасындағы көлік оның алдына кеп тоқтаған. Оның артынан тағы бір көлік кеп тоқтаған. Сол кезде алдындағы көліктен екі жігіт шығып, оның барып антикорымыз деп айтқан, бірақ өздерін таныстырмаған, есігін күштеп ашып, қолындағы ұялы телефон, автокөліктің кілтін күштеп қол жұмсап тартып алған. Сөйтіп өзін қолын қайырып, күштеп өздерінің көліктеріне отырғызған. Хасен бауырымның айтуы бойынша. Сосын оны департаментке алып кеткен, ал қасындағы адам оның көлігіне отырып, осыдан 50-60 метр ар жақта бір жерге көлігін тастап, таңғы сағат 9:30 шамасы ол. Сөйтіп департаментке апарып, оның жаңағы құжаттарға қол қойдыртқан, біраз қорқытқан, үркіткен, күш жұмсаған. Түнгі 11:30-12 шамасында өзінің көлігіне қайта әкеп тастаған. Күйеуімді жаңағы Шымкент қаласы бойынша сыбайлас жемқорлық жаңағы агенттің несіне, өздерінің мекемесіне апарған. Сол жерде жолшы олар өздерін таныстырмаған, кім екенін. Күйеуімнің адвокатта жүрген себебі сол қаңтар оқиғасына байланысты қайнағам, туған ағасы күйеуімнің Сәуле микрорайонында қамауда жатқан еді. Сол іспен жүрген кезде бұны ұстап алып, сонымен күйеуім түсіндіріп айтқан, солай ағамның жұмыстарымен жүрмін. Сөйтіп олар айтқан, сен ағаң да қамалып жатыр, сен де қамалып жатсың, сенің үстінен біз санкция алдық. Сен өнеркәсіптік қызметтегі кісілерге пара беріп жүр екенсің деген. Ол қалай түсінбедім деп енді неғыма. Сонымен бұны 13 сағат сол жерде тергеуге алған және заставить етіп заявление жазғызған. Бұрынғы бастығы Бердібек Сәлі ағайға бізге ұстап бересің сол кісіні деп, сол істеріне араластырғысы келген. Бұл жоқ деген, сонда сен ағаң қамаулы, әке шешеңді ойла, жарыңды ойла, бала шағаңды ойла, бір үйден екеуін қамалып жатсаңдар, әкең, анаң не болады деп қоқан оқы көрсеткен. Бескемпір Нұрлан ағаймен Әмир деген жолдас баласының үстіне арыз жаздыртып алған. Ол арызды жаңағы тергеуші, сол кездегі тергеуші өзі айтып отырып жазғызған. Мән жайды білмек болып, кейіпкеріміздің бермей қойыпты. Негізі заң бойынша 3 адамға шейін беруге болады екен. Бірақ оны да бермеген, ағасын кездесуге сұраған қағазын да бермеген ғой рұқсатын.
сондай көп мысалға нелер. Бұл жерде адамның құқығы, адамды таптап тұр ғой, былай қарап тұрсаң, мен күйеуімді. Заңды білмеген зардап шегеді. Кейіпкеріміздің оқиғасы да осыған саяды. Әділетті қоғам құруға бағыт алған елімізде әрбір адамның өз құқықтарын жете біліп, заң жағынан сауатты болғаны дұрыс. Бәле бассаң аяқ астында демеуші ме еді дана халқымыз. Хасенге оралайық. Менің балам момын, ешкімге зияны жоқ, бұзықтығы жоқ, тек әділдікпенен жүретін адам еді. Білмеймін, қандай адамдардың бұны ұстап, қандай содан жаманшылық көргенін білмеймін. Мінезі де бір қалыпты, ешкімменен төбелеспейді, арақ ішпейді, бұзық артық сөзі жоқтығын білмеймін ғой, қандай не негізде ұстап отырғанын. Оған бір қылмыстың үстінде ұстабаса мақұл, біреудің бір нәрсесін ұрласа мақұл. Оның жағдайы туыстарына қалай тиді? Анасы Күләш Сырлыбаева, әкесі Мәмбеттәлі Кеншимов ұлын 2 айдан бері көрмеген. Хасен үйдің 3-ші баласы. Атанасы Хасеннің қолына қарап отыр. Азық түлігін жеткізіп, қарт анасын ауруханаға, бала-шағасын мектепке тасып жүрген Хасен қазір тергеу абақтысында. Тауық ұрлағанда бір миллиондап жегендер де бір болып, сонда әділетсіздік бұл өмірде бар ма, жоқ па? Мен бұл әділетті, жаңа Қазақстаннан әділетті іздеймін, айналайын ағайындар. Ләжі болса менің баламның мұң-мұқтажын қарап, әділеттілігін шешіп бергіңіздер. Қашанғы біз өсіп, қаншытып жүре береміз. Қазір 2 ай болды, балам қамауда жатыр, бала-шағасы шулап онда жүр. Бізге де қарайтын бір адам керек, бұлардың бала-шағасына қарамақ түгілі. Келіншегі біресе жұмысқа жүгіреді, біресе бала-шағасына жүгіреді, біресе бізге жүгіреді. Оның да аяғы ауыр, қай жағына жүгіре береді ол аяқсыз. Соның әділдігін шешіп ләжі болса, осыны ертерек бітіріп берсеңіздер екен. Оның да жұмысқа кіріп бала-шағасын асырағысы келеді. 2 айдан кейін 2 айға қамадық деп еді, білмеймін ғой, тағы арғадай созып, арғадай қама жібере ме, қолында билігі бар адамдар өздері білетін ұқсайды ғой, қарап отырсаң. Кім күшті, соның заманы болып отқан заман ба, әлсіздер өстіп, бекерден бекер не қамал жүре бере ме, бала-шағасы шырқырап, біз сияқты кәрі әке-шешесі жылап отыра бере ме, өстіп, айналайын. Айналайын, қалқыма осыны жертерек шешіп берсеңдер, қашанғы біз қанжытамыз. Бір қолдан ұйымдастырылып отырған арыздан тек Хасеннің отбасы ғана емес, тағы бірнеше жан жапа шегіп отыр. Өстіп эфирға шығуыма тура келді. Үндемеген сайын олар басынып отыр. Шытырманға толы оқиға. Әмір Беркінбеков пен оның жұбайы Маржан Ергебекова да бірнеше айдан бері жұмыссыз. 8 февральда 2022 жылы біздің шамасымен 3,5-4-терде антикоррупционный службаның работниктері келеді. Қолдарына қаулысы бар, облыс жасаймыз. Сөйтіп, сол облыс жасап, документтердің бәрін алып, примерно соның барлығы сағат 8-ге дейін болады. Сөйтіп, сағат 8-де мен 2 оперативник машинаға отырғызып, өздерінің департаменттеріне алып кетеді. Кешкі 8:20-да. Сөйтіп, ішіне кіргізіп, сразу жоғарғы 3-ші этажға апарады мені. Ол жерде Диас деген қызметкер отырды, өзін Диас деп таныстырды. Ол маған айтты, үйіңде қазір допрос, обыск болып отыр деді. Мен ол кезде әйелім 2 қабат, 5 айлық. Мен өзім бывший врач, уже уайымдауды бастадым, потому что ол 2 қабат әйелге қандай стресс болады. Үйінде обыскқа келген кезде олар департаментті мен көрдім, 8-10 адам болып келеді олар обыскқа. Кішкентай 3 балам бар, ең үлкені 8 жаста. Соны переживать етуді бастадым. Бұған дейін қызметін атқарған Әмір Беркінбеков бірнеше айдан бері үй қамақта, ал жұбайы Маржанның компаниясы жұмысын тоқтатқан. 8 ақпан күні мен ол кезде 2 қабат едім.
кешкі сағат примерно 8:30-9-дарда 3 балам, ол кезде 3 бала еді, ұйықтатайын деп әрекет жасап жатқан кезде есіктің звоногын басады, ашсам 8 еркек топырлап келді. Түсінбей қалдым, сіздер кімсіздер деп едім. Осындай сыбайлас жемқорлыққа қарсы деп өздерін таныстырды. Сосын обыск жасаймыз деді. Не үшін обыск жасайсыздар дедім. Не үшін деп едім. Біз обыск жасауымыз керек, егер де қазір бізді кіргізбесең, полиция шақырамыз, не болады, сол үшін обыскқа кіргізуің керексің деді. Ол кезде мен ауыр аяқпын, өзім ісініп, аяғым ісініп, денсаулығым болмай, токсикоз болып, дірілдеп, как раз қар аралас жаңбыр жауып жатыр далада. 3 балам кішкентай, әлі жасы алды 3-ші класс. Сосын мен айттым, мен кіргіз алмайым дедім, мен қорқам дедім, қазір 3 баламды кім қарайды дедім. Сонымен жоқ, біз кіруіміз керек, біз полиция шақырамыз деді. Сонымен өзім дірілдеп, түсінбей ана жерде әмір қайда деп сұрай бердім. Әмір ана жақта тергеуде дейді. Не ол, не болып кетті? Миыма кірмейді. Олар да жөндеп түсіндірмейді. Кіргізбесең полиция шақырады. Жарайды деп, сонымен басым істемейді. Сонымен есікті аштым, кірді. 2 паните деп 2 адамды өздері алып келді. Сонымен 8 еркек болып топырлап осы үйге кіріп, обыск жасады. Обыскта менің компьютерімді алып кетті, бүкіл фирмаға қарсы бүкіл документті алып кетті. Ол документтің біреуіне опис жазған жоқ. 150 000 теңге болған еді, 150 000 теңгені де алып кетті. Оны да әлі берген жоқ. Документті бәрін араластырып, пакетке печатты да фирманың алдыда салып алып кетті. Мен айттым, сіздер мынаның бәрін қазір алып кеттіңіздер, мен ары қарай жұмыс істемеймін ба? Мен сонда жанымды бақпайын ба деп еді, бізге осы керек деп. Мен айттым, оған әмірдің несі жоқ дедім, бұл жерде қатысы жоқ, бұл мен фирмам, мен жүргізіп отырмын деп едім, оған қарағанда жоқ та бәрін басып алып кетті. Бұл отбасы тек 4 балаға берілетін жәрдемақымен ғана күн көріп жатыр. Қызметкер айтты, білесің ба не үшін ұсталдың деді. Мен білмеймін дедім. Сен үйтіп айтпа, керек болса сенің қазір әйеліңді алып келеміз деді. Ол 2 қабат қой деді. Керек болса ініңізді алып келеміз деді. Себебі олар ТО промбезопасность деген фирмада жұмыс атқарады да олар, а ол в области промышленной безопасности қызмет көрсетеді ол. И соларды алып келеміз, саған бір үйден бірнеше адам осы іспен сотталып кеткен керек па деді маған. Мен жоқ, керек емес дедім. Біз сен істеп жүрген тірліктің бәрін білеміз деді. Қазір бізге керек нәрсені айтсаң, жетіп нормально болады, штрафпен шығып кетесің деп сол жерде айтылды маған. Ол жерде ол отырып, штрафтың сумасын санап берді даже. Калькулятор алып, штрафтың сумасы, мынандай сумамен шығасың, уайымдама, отырмайсың деп айтты, сол кезде айтты. Мен білмеймін не болатын деген кезде ол маған айтты, Кеншимов, Хасеннен сен сыйақы алың деді, взятка алың деді. Соның сөзі бойынша Кеншимов маған октябрьда или ноябрьда 2021 жылы жұмысқа келген. Мен ол келген есімде, бірақ сөйтіп маған Диас деген айтады. Ол сол күні өзінің Каспийынан 350 000 или 360 000 теңге шешті деп айтады ол маған. Мен білмедім даже ол ақша шешкен. Сөйтіп сол ақшаны сен алдың деп айтасың. Оның 160 000 теңгені өзіме алып қалдым. Қалған ақшаны ТО промбезопасностьқа доход ретінде апарып тастадым деп айтасың деді. Бірінші транш бойынша ол жерде 160 000 теңге ма, соны алып промбезопасностьқа бердім деп үйретті ол мені. Сөйтіп ол бір эпизод бойынша үйретті. Сөйтіп екінші эпизод бойынша ол маған ТО Южкостранссервис деген ТО бар мекеме. Ол жерде директоры менің күйеу балам. Содан да ақша алдым деп, сонда айтасың деді. И үшінші эпизод Ипа Әуелбеков. Сол бойынша 85 000 теңге сенің әйеліңе жіберілген, сонда мойындайсың деп, сол жерде осы қорқыты психоэмоциональный сол процедураның бәрі шамасымен 4 сағат болды. Официальный ешқандай допроссыз, ештеңкесіз 4 сағат Диас деген кабинеттен шығармай сол жерде ұстап отырды мені. Оның арасында бір рет астына шығарып, оларды 3 сағаттан көп ұстамайды екен олар. Бір рет шығарып, сыртқа шықтым, 1-2 минутқа сөйтіп, обратно кіргізді. Сөйтіп, сол уже мен болды, бәріне келісемін, сіз айтқаныңызды айтамын дегеннен кейін,
ол бір оперативник шақырды да, бол дайын, он скажет так, как нужно деді да, спускайте его вниз деді. Сөйтіп мен астына уже сағат 12-ден асқан, түнгі 12-ден уже 9 февраль болады 2022 жылы астына түсіреді мені допросқа. Ол допроста менде адвокат болмайды. Сөйтіп олар бір адвокатты тауып келеді. Мен оны танымаймын, білмеймін, бірінші рет көріп тұрған адвокат ол. Сол адвокат қатысады. Сөйтіп алдында, тем более қасындағы адвокат, ол да тез-тез қолын қой, қазір қолын қоймасаң бұл жерден қазір қамалып кетесің, бұл жерден шыққаныңа қуан. Мен оқымай бәрін қол қойдым да, сөйтіп шық деп шығарып тастады. Единственное сұрайын дегенім әділдік. Мен солардың арқасында 8 февральдан бастап марттың ортасына дейін мен жұмысқа бармай қойдым, қорыққанымнан. Жұмысқа бармай қойдым, сөйтіп мені отрицательный мотивпен, прогулмен жұмыстан шығарып тастады. Қазір мен уже қанша ай болды, мен жұмыссызбын. Жұмысқа кіретін возможность бар, бірақ последствием жүрген адамды жұмысқа алмайды ешкім. Потому что мен допросқа шақырады. Алдындағыдай СИЗО қамап тастайды, ИВС қамап тастайды. Сол үшін менімен ешкім связываться еткісі келмейді. Тем более менің делом жүріп жатқан антикормен ешкім связываться еткісі келмейді, қорқады. Сол үшін мен қазір сол антикордың арқасында уже не то, что семьямды, өз-өзімді бағамай жүрмін мен. Осы болып жатқан істің бәріне мен 4-ші баламды шын айтсам әрең дүниеге алып келдім. Әрең алып келдім дүниеге. Мен даже шыны керек, мен 3 сутка неде толғатып әрең алып келдім. Осының бәрі менің денсаулығыма кері әсер етті. Мысалы, мен қазір үстімде тартылып кетті. Балалардың да уже мазасы кетті. Үйде уже береке кетті. Оны ешкім тыңдап отқан жоқ. Даже күйеуім мысалы антикорға барды ғой, 4-ші дүниеге кезеңен айтты ғой, не болды жігіттер, мен де жұмысқа кіруім керек шығар, 4 баламды асырауым керек шығар деген кезде издеваться етті. 4 баланың несін ай сайын ақшасын алып соған өмір сүріп отыра бермейсің ба, уайым қайғысы деп айтып. Мысалы, не ол издевательство ба ол? Сен менің досым, мен оны 2014 жылдан бастап таныдым мен оны, бірақ уже 2018-ден примерно жақсы араласып кеттік онымен. Оның семьясымен жақсы араласам мен. Ол өзі намаз оқиды. Ішпейді, шекпейді. Ешқандай мынандай жаманшылығын көрмеппін мен. Көмек сұраған көмектеседі. Ол мен сұраған кезде көмектесемін. Может, финансовый жағынан ол мен алады, мен одан аламын, ондай ешқандай жаманшылық көрмеген мен. Шынын айтайын, қашаннан ешқандай жаманшылық көрмеген. Ол да қазір 7,5-8 айдан кейін оны қамап тастады. Хотя антикордың сөзі бойынша оны заявитель қылып өздері. Қазір мен шыққаннан кейін, мен понедельник күні 3 октябрьда шықтым, оны 2 күннен кейін 5 октябрьда қамап тастады оны. Қандай причинамен білмеймін мен. Адал шешім олар, адал шешімге келтіруді, уже олар осы тірліктің барлығын уже адамға қысым көрсетіп, одан заявление жаздырып, бізді алып келіп, біздің морально, психологически, психоэмоциональный давление жасап, бізден бір-бірімізді жамандаттырып, бір-бірімізге жала жауып, соның бәрін істеп болғаннан кейін уже бұл тірлік 10 ай болып кетті. 9 ай бітті, уже 10 ай кетті уже. Ондай істейтіндей ол, шын айтсам күйеуім, ондай істейтіндей ол, ондай адам емес мен. 10 жыл болды ғой екеуміз отасып келе жатқанбыз, біреудің ала жібін аттайтын адам емес ол. Өзімен өзі жүрген адам. Ал Әмір Беркімбековтің қорғаушысы Бақытжан Шойбеков аталған істің тергелуі қиын істердің қатарына жатпағандықтан, оның мерзімі бұлай 10 айға созылуы мүмкін емес екенін айтып отыр. Адвокат күдіктілер мен арызданушы тараптардың бар бола тұра тергеу органдары істі созып, қорытынды процессуалдық шешім қабылдамай отырғанын жеткізуде. Іске қатысты мен Беркімбаев Әмір, күдікті ретінде өтіп жатқан Беркімбаев Әмірдің қорғаушы ретінде қатысып жатырмын. Осы қатысқаныма да көп болған жоқ. Сол іске қорғаушы ретінде қатысқанымнан бастап, іс бойынша орын алып жатқан заң бұзушылықтар, оның ішінде күдіктілердің құқықтарының, оның ішінде конституциялық құқықтарының бұзылуына назар аудардым. Біріншіден жаңағы антикор органдарының басшылығына жеткіздім ол туралы. Содан кейін қадағалаушы органдарға да бірнеше рет жазбаша түрде личный приемға кіріп те осындай заң бұзушылықтардың орын алып жатқан туралы айтып өттім. Бұлтартпау шарасының қолданылуы
бұлтартпау шарасы 8 айдан бері Беркінбаевқа қатысты қолданылмаған. Ол сол қолданылмағанына қарамай, іс бойынша тергеушінің, тергеу органының барлық талаптарын орындап жүрген. Қашан шақырады, қай уақытқа шақырады, оған ешқандай кедергі жасамаған. Соған қарамай, біздің жан-жаққа жаңа құқық бұзушылықтарымыз туралы жаза бастағаннан олардың қарсы реакциясы пайда болды да, бұлтартпау шарасын өзгертеміз, қолданамыз Беркінбаевқа қатысты деп, оны қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасын қолдану туралы талап қойды соттың алдына. Неге бермейді? Если рассекреченный, құпиясыздық жойылып сотқа ұсынылған нәрсе неге біз өзіміз көре алмаймыз ол туралы? Ол жерде жазыпты, біз жаңа тергеу органдарына кедергі жасап жүр, күдіктілермен, не болмаса куәгерлермен келісіп бір қарсы әрекеттер жасап жүр деп. Ондай әрекеттер болмаған ғой. Мен оның олай емес екен дәлелдеп берейін сіздерге, сіздер материалды беріңіздер. Кіммен кім кездесіп жүрген дәлелдеп берейін десем, прокурор да бірнеше рет, антикордың бастығы да бірнеше рет маған отказ жасап жүр. Іс бойынша дәлелдемелер мүлдем жоқ. Біз неге жан-жаққа жазудамыз? Біз өзімізді бір голословно дейді ғой, бір қорғау мақсатында өзімізді жауапкершіліктен жалтару, құтқару үшін емес, іс бойынша дәлелдемелер тапса, біз де оған айтамыз ғой, дұрыс, мына дәлелдемелерің заңға сәйкес алынған. Мына дәлелдемелеріңізбен келісеміз, мына келіспейміз. Мына қолданыстағы процесстік кодекс бойынша тергеу жүргізу мерзімдері көзделген. Бұл қылмыстық іс қиын істердің қатарына жатпағандықтан, оның мерзімі де бұлай 10 айға созылуы мүмкін емес еді. Себебі күдіктілер бар, арызданушы бар, тергеу органдарының барлық мүмкіншіліктері бар, оны дәлелдеп, қазір сотқа жіберетін болса, сотқа жіберіп, не болмаса қысқартылатын дело, тергеу барысында қысқартылатын дело болса, қысқартуға мүмкіндіктері бар еді. Алайда тергеу органдары созбалаңға салып, іс бойынша қорытынды процессуалдық решение қабылдамай отыр, шешім қабылдамай отыр. Сонымен осы күдіктілердің құқықтары бұзылып отыр деп санаймын. Бұл іске Бердібек Сәлі де ілінуде. Ол 17 жылдан бері мемлекеттік қызметте, инженер-химик. 16 жыл бір жерде табан аудармастан жұмыс істеген, ол бас маманнан бастап, өнеркәсіп қауіпсіздік департаменті басшысының орынбасары лауазымына дейін өскен. Мемлекеттік қызметте ұзақ жылдар жүрсе де, осындай іске алғаш рет тап болғанын айтады. Биыл 2022 жылдың 8 ақпанында мені Шымкент қалалық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің қызметкерлері ұстады. Ол ұстау барысында Кеншиев Қасен менің әкеме қарыз ақшасын менің қолыма ұстата тұрып, ұстатып кетті. Сол жерде ол ұстатқан кезде қашты. Есіктің аузында менің көзімше қашты. Артынан ол бірнеше қызметкер қуып кетті. Мен түсінбей орнына тұрып қалдым. Сол кезде үш жігітке өздерін таныстырып, мен антикор екенін, қызметкерлер екенін таныстырды. Сіздер осындай. Сөйтіп, сол жерде тиісті жұмыстарын жүргізіп, сағат 3:30-да мені департаментіне алып кетті. Сол департаментке апарып, мені 8 сағат бойы заңсыз ұстап отырды. Әр 3 сағат сайын мен есіктің аузынан кіргізіп шығарады. Ол мен түсініп отқан жоқпын. Мен тек шындықты айтам. Айтқан сайын олар түсінбейді. Шындықты айтқан сайын олар әр бөлмеге апарып мені кіргізеді. Әр бөлмеге. Сондағы айтқан жауаптар, сен өзіңе қарсы жауап бересің. Өзіңе қарсы жауап бересің. 100 000 теңге алдым деп айтасың дейді. Мен неге айтам? Ол қарыз ақшасын әкеп беріп тұрған, мен өзім досым ғой. Отбасылық досым. Жақсы қарым-қатынастамын. Мен оның әке-шешесін білемін, ол менің әке-шешемді біледі. Аралас құрыласымыз бар қанша жылдан бері. Сөйтіп сол жерде мені 8 сағат заңсыз ұстап, өзіме қарсы жауап беруге мәжбүрледі. Қарсы жауап бергенде алғаныңды мойында. Мойындамасаң, сен сотталасың. Болмаса, әйеліңді қамаймыз, мүлкіңді тәркілейміз деп маған психологиялық қысымдар көрсете бастады. Менің құқығымды түсіндірмеді. Қорғауға құқығы бар куә екенімді түсіндірмеді олар. Содан антикор қызметкерлері
8 сағат бойы әр бір сұрақты қоя береді. Менің әйелім жалдаған адвокат ішке кіргізбеді. Әйелім сыртта отырды, ол күні өте күн суық. Мен ештеңе түсініп тұрған жоқпын. Сонда менің жаңағы конституциялық құқығымды түсіндірмей, олар адвокатты өздері шақыртты. Олардың адвокатының қатыстыруымен мені сол жерде мойындатқызды. Адвокаттың айтуымен өздерін шақырған. Мен шақырған жоқпын олардың. Ол адвокат мен танымаймын да. Сол кезде сол адвокаттың айтуы бойынша, сен қазір осы мойындай сал да, естен шығып кете сал. Қалған тірлігін істей бер деп айтты. Мен шығып кеттім. Сол кезде мойындап. Бірақ қазіргі уақытта мен сол кезде берген жауаптарымнан қазір бас тартамын. 8 күні. Сонда маған олар қазір 2 эпизод төлеп жатыр. 100 мың теңге жаңағы өзінің қарыз ақшасын, қасен әкеме қарыз ақшасын алдым деп. Одан кейін 80 мың теңге жаңағы Юшкас транссервис мекемесінен директорынан Беркінбаев әмір арқылы алдым деп 80 мың теңгені. Ол жерде 80 мың теңге мен отпускада жүрген кезде мен әмірмен ол кезде мен учаскеме бір Құрметті көрермен, өздеріңіз көргендей 100 мың теңгенің төңірегіндегі дау 3 отбасының ойранын шығарып отыр. Қамалған адам қалай болады жағдай? Әділетті Қазақстан деп несі ұранмен неғып жатыр ғой? Әділеттілік іздеймін. Дәл сол кісілердің ісін қараған сұраймын. Жақсылап қарауын сұраймын. Тергеуін сұраймын. Жарымды босағанғанын сұраймын. Босап үйге келгенін сұраймын. Өкініштісі, бұл қолдан ұйымдастырылған арыздың салдары. Біздің кейіпкерлер әділдік іздейді. Біз көрсеттік. Ендігі қадам құзырлы органдарда. Істің ақ қарасын шешуге ат салысып, кейіпкерлердің жан айқайын тыңдаңыздар. Әділетті Қазақстанда әділдіктің бар екенін іспен дәлелдеңіздер. Баламыз ертерек шықса деп күтіп отырмыз, сағындық әрі. Құрметті әлеумет, күрмеуі шешілмеген мәселеңіз болса, хабарласыңыз, тыңдаймыз, айтамыз, талқылаймыз, көрсетеміз. Жаңа Қазақстан дегеніміз бұл әділетті Қазақстан. Президентіміз айтқандай, оны құруға әрқайсымыз өз үлесімізді қосуымыз керек. Жалғыздың үні шықпас. Мәселеңізді көппен көтеріп, әділдікті бірге іздейік.